Бүгін мен сіздерге iPhone жайлы айтпаймын, бүгін шайнек жайлы айтамын. Иә, өзіме жақында Hoffman'ның электр шайнегін алдым, бағасы 35 мың теңге тұрады. Иә, қымбат, білемін. 5 мың теңгеде Каспийде бұдан да арзандары енді жетіп жатыр. Бірақ мынау өзінің бағасына лайық. Мен қолданған кезде осыны айтатын едім сіздерге. Мені бірден өзіне баурап алған дизайны, қара және минимализм. Шайға керек судан бөлек сүтті қайнатсаң болады және керекті температураны өзі таңдайды. Сенсор арқылы басқарылады. 3 түрлі режим бар, барлығы экранда өшеде көрініп тұрады. Бір жағынан термос сияқты қайнаған суың жай су денді. Яғни қайнатқан суың жылы күйінде ұзақ сақталады. Мысалы, 2 сағаттан кейін су ішкен кезде әлі жылы болып тұратын. Мен жалпы айтқан кезде қорытындылайтын болсам, енді шайнектердің атасы менің ойымша қазірге осы болып тұр. Енді бұдан да қымбаттары бар, енді оны аламын десең өздеріңіз білесіздер. Әзірге менің таңдауым осы болып тұр. Hoffman'ның электр шайнектері. Жарнама емес. Жарнама болса басқа шығып салады. Рахмет баршаңызға.